Менің есімім Айбар. Мен Есмат Семенов атындағы орта мектебінің 7-ші А сынып оқушысымын. Менің жасым 13-те. Біздің мектеп биыл Қазақстан халқына жобасына еніп, неше түрлі жабдықтармен қамтамасыз етілген болатын. Ал мынау менің Хабар 24 арнасында қалай құрастырған жайға сұхбат берген итог ноутбугі. Впервые в школе-интернате открыли STEM-лабораторию. В специально оборудованном классе ученики могут разрабатывать научные проекты по физике, химии, биологии и математике. Кроме того, есть возможность заниматься робототехникой. В первый же день Айбар Ербол научился собирать детали ноутбука. Этот ноутбук был в разобранном состоянии. Я занимался его сборкой. Его особенность в том, что он работает без программы Windows. Мен құрастырған экскаватор. Бұның басты ерекшелігі, бұның программасын сенсормен басқаруға болады. Ал мен қазір Future Technic компаниясының машина тәріздес роботын құрастырып жатырмын. Осы орайда мектебіміздің информатика пәнінің мұғалімі Әлия Тәжібаевадан сұхбат алсақ. Сәлеметсіздер. Сізден біреу сұхбат алса құрсыз ба? Осы мамандықты сіз қалай таңдадыңыз? Жалпы мұғалім мамандығын өзім бала кезімнен армандаған болатынмын. Осы мамандыққа өзім болып үлкен жоғары оқу орнына түсіп, жоғары оқу орнынан кейін осы мектеп ең алғашқы жаңағы мен үшін алғашқы қара шаңырақ. Осы мектептен мамандығымды өзім бастадым, мұғалім мамандығын. Бүгінгі күнде осы мамандық таңдағаннан ешқандай өкінбеймін. Өте қуаныштымын. Осы мамандықтың қай жері сізге ұнайды? Жалпы мұғалім мамандығының ұнайтын жері жаңағы балаларға өзіңнің білгеніңді үйрету, балалардан жаңағы кері байланыс дейміз ғой. Сол кезде балалардың өзінің жаңағы бір ерекше балалық көңіл-күймен сізге рахмет айтуы. Жалпы осы мамандықтың қиын жақтары қандай? Енді кез келген мамандықтың жаңағы жақсылығымен қиындығы қоса жүреді дейді. Сол балалардың мінезін толыққанды түсініп, солардың бойындағы ерекше қасиетті дамыта білу, ол бір енді осы мамандықтың қиын да қызықты жұмысы деп ойлаймын. Осы мамандықтың болашағы қандай деп ойлайсыз? Жалпы бұл мамандықтың болашағы зор деп ойлаймын. Бүгінгі күнде мысалға айтып өтетін болсақ, жаңағы техниканың дамуына байланысты кейбір мамандықтар жоғалуда. Бірақ дегенмен мұғалімдік мамандығы жоғалады деп ойламаймын. Өйткені бұл жерде жаңағы жасанды интеллект баланың көңіл күйін, оның ішіндегі өзіндік жаңағы ерекше қасиеттерін түсіне алмайды деп ойлаймын. Сондықтан мұғалім мамандығы әрқашанда жаңағы сыйлы да құрметті мамандық болып қалады деп ойлаймын. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Аны цифрлы жағдайын береміз. Мен қазір информатика сабағында программалауды үйреніп отырмын. Мен өскенде өзімнің IT стартапымды ойлап тапқым келеді. Назарларыңызға рахмет.